Керемет болып ел алдында шығуына, қатысушыларымыздың біздің сондай бір сұлу әдемі болып отыруымызға, көрінуімізге, камера арқылы бізді әдемі етіп көрсететін оператор ағамыз Қайрат ағаны бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қайрат аға дәл қазір жұмыс барысында, дәл қазір жұмыс жасап жатыр. Босамай жатқаннан кейін Қайрат аға туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз, және өзіңізге арналған сыйлықты міндетті түрде қазір жеткізіп береміз. Дәл қазір кадр сыртында. Міне чемпион Кения Сансет шайы өзіңізге сыйға. Осы бір керемет шай мінсіз сапа белгісіне ие болған еді. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қара түйіршіктелген, ешқандай да қоспасы жоқ, өте сапалы шай сан түрлі өлшемдермен Қайрат ағаның отбасына сыйға. Бұдан бөлек өзіңізге осы бір қосылайық бренді ұсынған керемет жамылғы жастықты сыйға тартамыз. Көп жасаңыз, осылай ортамызда үздік болып жүре беріңіз. Туған күніңізбен. Енді не болды Бекзат? Қалай соласығам? Қайта микрофонға ұмтылып жатсыз. Қайырлы күн. Кеше бір айтып ұмытып кеттім ше. Алдында мен эфирде болған жоқ қой. Сол кезде сырттан қарап отырмын. Бір адам жетіспейді екен негізі. Бір адам болғанда бір должен жетіспейді екен да, старсыз деген нәрсе жетіспейді екен. Соны қарап отырдым да алдында. Негізі бізде алдыңғы сөздерде болатын старсыз деген. Иә, тіпті мен ол ойымнан шығып кетті. Ернар өзім болам дейді мысалға. Ернар айтып қойып жүр ма осылай? Айтып қойыпты, мен өзім болам депті. Ернарды қоямыз естейміз деп сұрайын деген ғой. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Осыған қайырлы күн. Өте керемет болып тұрсыз, өте әдемі болып тұрсыз. Баршаңызға қайырлы күн. Бұл осылай болады старсызда. Күшті болып тұрсыз дейді, әдемі болып тұрсыз, осылай старсыз болады бұл. Жоқ, енді бәке қоя тұрсаңыз, түйіш тұрсаңыз, Бекзат, нағысы қалай. Енді амандасып болайық бірінші. Көңіл-күй қалай достар, жақсы ма сіздерде? Қатысушылардың көңіл-күй жақсы ма екен? Енді биыл старсылыққа таласпаймын. Неге? Білмеймін енді, жанында өзімнің хас сұлуым бар. Осы кісінің көңіл-күйімен талассам да жетеді маған. Осы кісінің көңіл-күйі жақсы болса болды. Басқа старсылыққа таласпаймын енді. Сонда Бекзатқа беріп отырсыз ба? Бекзатқа дегенде мен білмеймін енді. Ескіліктің ескісі ғой, бір жаңа бір бейне болса да деп қоямын енді. Білмеймін, мына жақта кім бар өзі? Болса ханым, қайырлы күн, өте қайырлы күн. Рахмет. Сіз де ерекше болып тұрсыз. Рахмет. Айжан, сен болғың келіп тұр ма? Ол не әңгіме деймін да, старосты бір детский әңгіме айтып, ол ескі қатысушылардың енді несі шығар деп ойлаймын, ойлары ше. Бірақ новойларда ондай старосты бірдеңе деген әңгіме жоқ. Жоқ, Балаза ханым. Әркімге жауап берсін. Қазір Айжан бізде ондайлар бар, бірақ та бәрібір де старосты керек қой любой жерге ше. Кішкене тәртіп сақтайды, кешігу деген жайттар бар деген сияқты. Сол үшін бәрібір де старосты керек. Бұл баланың әңгімесі емес, айналайын Айжан. Сен өз-өзіңді алып жүретін жасың, кейбір жандар бар бәрібір ше. Сондай, қайт демесең, жүретін жандар бар. Онда былай жасайық. Енді кешігу де бар арамызда, ол өзекті мәселе. Егер де оны шешетіндей старосты болса, қарсы емеспін. Мен бірақ ойлаймын, болса ханым. Жәкең болғысы келіп отыр екен. Дисциплинаға жауап беремін дейді мысалға. Жоқ, мына жерде ше, Бека, мен ойлағам негізі бойы ғана өспей қалды ма деп ше, бірақ ойы да өспей қалыпты да, мектеп кезінде қалып кеткен. Мына жерде старостына, мне кажется, Жәнібекті қою керек, может сол кезде кешікпейтін шығар деп ойлаймын. Тазалық секторы, қойшы. Бірден уын шашатын десе, әдемі, эфирді әдемілеп бастайық десек, немене мынау? Бізде бұрынғы маусымдардан сондай қалыптасып қалғанда бізде старсы деген бар ондай. Сен енді кеше келіп алсың, білмейсің о нәрсені. Енді сен отбасын құруға келдің, сен жігітті күтіп отыра бер, мына жақта Бекзат өзі старсы бола береді, иә Беке? Жоқ, мен Айжанның у шашып шыққанына таң қалдым шешін. Не қалды Айжан? Бойың өспей қалған, бойыма тесе бермеңдер мен. Мына жақта бір сөйлесек па деп отырмыз Баласыған. Қалайсыз, амансыз ба, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Сөзіне ғалымда қарамайсың басында. Рахмет. Бекзатқа айта кетсем, бұл Бекзат лайықты емес ау старыстыға. Бұның уровенің де тазалық сектор ма деп қоя мен ойымша. Солай ойлап отырмын. Неге бұрынғылардың адам болады, неге жаңадан адамдар келген? Біз отырып қойм мына жерде. Біз болсақ жарасатын сияқты. Дисциплина адамыз ғой біз енді. Бақылау ендеше көрейік, әркім өзін қалай көрсетеді. Табаласа болды, табаласа ше. Бұл лайықты емес, мен лайықтымын деген жоқпын. Ернар болса қалай болады деп жатырмын, ұсынып жатырмын. Сен өзіңе бұрмалап тұрсың ғой, сен парадистің несі бол, жаңағы өзің билеп салатының бар ғой. Тазалық сектор бол. Онда бопты, Ғалымжан ақыр таласып жатыр ғой, дауысқа салайық, Ғалымжан және мен. Солай айтып көрейік. Қатысушылар кімді лайық көреді Ғалымжан? Сол болсын, келістік па? Тоқтат, төріңді бұз ба? Көреміз ба? Көрейік. Баласыған өзіңіз айтыңызшы, сұраңызшы. Жәнібекке микрофон беріңіздерші.
екеуіңіздің де микрофон мына үйге неғып таласып жатыр деймін да. Нем бар, сен бір перизатты реттей алшы бауырым, сол кейін көрерсің енді. Оны уақытымен Сіз енді бұл жігіт енді жақсы бұрыннан келе жатыр ғой. Мен ойлаймын Баласахан негізі староста болатын жігіт сөзі өтетін жігіт болу керек. үлгілі болу керек. Үлгілі болу керек. Ол үшін мен емес енді. Шерхан болған дұрыс ау осы. Баласаханым айта кетсем Жәнібекке. Шәкен келеді. Жәнібекпен алдында мен старысы болған кезде, мен үйінен қуанған кезде бұны кешіктірмей әкелген күнім бар. Содан бастауға болады бұны ше. Ерте алып келуге де кешіктірмей алып келе аламыз еді. Ол бар енді. Өзі де растайтын шығар енді. Жоқ, Жәнібекті алып келем деп күнде үйіне қонып жүрмеңіз. Будильник боламын, мен күніге звондап оята аламын да. Бүгін өзі болып хабарласты шыны керек. Иә, кешікпей келді. Өзі болып кешікпе деп. Не қылса сөйлейікші. Бұл старсы сөйлеп жатыр, старсы сөйлеп жатыр. Әлі күтіп отырмын. Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар? Қайырлы күн. Баласаханым өте сұлу болып тұрсыз. Рахмет. Енді мынау көненің көзін көрген адам құсап, біз ескілер деп сөйлеп отқан Нұржан мен Бекзатқа таң қалып отырмын. Ғалымжан староста болсын дейді. 4 адам ба? 5 адам. Баласаханым. Шулағыларыңыз келіп тұр ма? Ал түсінбей қалып жүрмейік. Ал Ғалымжан староста болсын дейтіндер. Осақ па? Ал Бекзат. Менің ойымша түсінгенім Бекзат болған сияқты енді. Біздің старостамыз ендеше Бекзат болып тұр. Құрметті көре